Күн құрметті көрермен, Полиглот жобасының кезекті қонағы, Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжі шетел тілі бөлімінің 3-ші курс студенті Пішембаева Мадина. Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Өзіңіз жайлы қысқаша таныстырып кетсеңіз, және де қанша тіл білетініңіз жайлы айтсаңыз. Менің есімім Пішембаева Мадина, мен Қарағанды жоғары гуманитарлық колледжінің 3-ші курс студентімін. Жалпы айтқанда, мен 3 тілді білемін, 3 тілде сөйлеймін. Ең алғашқы тілі қазақ тілі, орыс тілі, одан кейін ағылшын. Жақсы, Мадина, алғаш үйренген шет тіліңіз қай тіл? Және де оны қалай бастадыңыз? Алғашқы үйренген тілім ол орыс тілі. Яғни енді барлығымызға белгілі, біздің елімізде орыс тілі кеңінен қолданылады. Және менің анам орыс тілі пәні мұғалімі, сондықтан сол анамның арқасында мен өзімнің орыс тілімді әлдеқайда жақсарттым десем болады. Ал екінші үйренген тілім әрине ол ағылшын тілі. Себебі қазіргі таңда енді ағылшын тілі ол өте бір танымал әрі көп қолданыстағы тілдердің бірі болып табылады. Сондықтан жалпы сол тілдерді меңгеруді жөн көрдім. Жақсы, келесі сұрағым, көп тіл үйренуге не түрткі болды? Жалпы енді менің жеке көзқарасым бойынша үш тіл ол өте қатты көп деп ойламаймын. Бірақ дегенмен де енді ең алғашқы тіл ол ана тілім қазақ тілі болғаннан кейін, ал орыс пен ағылшын ол қосымша тілдер болғандықтан, енді ең алдымен менің ойымша адам жаңа тіл үйрену арқылы өзінің көкжиегін дамытады, сонымен қатар басқа адамдармен, яғни жеңіл қарым-қатынасқа түсуге көмектеседі деп ойлаймын. Жақсы, қызығушылықтан бастадыңыз, иә? Иә, қызығушылықтан бастадым. Яғни ағылшын тілі өзіме өте қатты қызық болды, себебі бәріміз білеміз енді жастар батыстың өлеңдерін жақсы көреді деген сияқты түрлі сондай шоу-программалар бар. Және осылардан бастадым десем болады. Ең алғашқы қызығушылығым сол болды. Қай жасыңыздан бастап меңгере бастадыңыз ағылшын тілін? Ағылшын тілін мен 9-шы сыныптан бастап меңгерген болатынмын, яғни сол 9-шы сыныпта өзім болашақ мұғалім боламын деп мақсат қойып, сол мақсатқа жету барысында ағылшын тілін оқып бастадым. Яғни демек кәсібіңізге қатысы бар? Иә, кәсібіме қатысы бар, сондықтан бұл тілді меңгеруді шештім. Жақсы, жаңа тіл үйренуді неден бастадыңыз? Жалпы енді жаңа тілді, нақтырақ айтқанда ағылшын тілін 9-шы сыныпта бастағанда мен ең алдымен өзім үйренуге тырыстым. Яғни қазіргі таңда барлығымыз білеміз, ақпараттық технологиялар дамыған заман, қандай да бір әлеуметтік желіні ашып қарасаңыз, өте көптеген пайдалы ақпараттар бар. Сол ақпараттарды енді кеңінен қолдану мақсатында ең алдымен YouTube желісіне кірген болатынмын. Сол кезде подкасттар көру арқылы, яғни ағылшынымды жақсарттым десем болады. Бірақ әрине ол жеткіліксіз. Нақты сөйлеп үйренгіңіз келсе, онда міндетті түрде, енді әрине мүмкіндік болып жатқан жағдайда курсқа бару керек деп есептеймін. Себебі енді мұғалім болған жағдайда сізге фидбэк береді, кері байланыс береді. Жаңа тілді меңгеру барысында, тіпті тілден басқа да салаларды меңгеру барысында, яғни міндетті түрде кері байланыс өте керемет дүние, яғни сіздің қателіктеріңізбен жұмыс жасауға көмектеседі. Сонымен қатар, әрине сіздің жетістіктеріңіз, деңгейіңіз қайда екенін сізге анықтауға көмектеседі. Жақсы, өз кеңесіңізбен бөлісіп кеттіңіз. Осы тіл үйрену барысында сіз үшін қандай тәсіл ең тиімді? Негізі қазіргі таңда ағылшын тілін меңгеру, тіпті басқа тілдерді меңгеруде өте көптеген әдіс тәсілдер бар. Оған мысал келтіретін болсам, ол shadowing әдісі. Яғни мысалы қандай да бір видеоны көресіз, стопқа қойып, яғни сол сөздерді қайталайсыз. Бұл негізгі таңда жалпы сіздің спикингіңізді, яғни өзіңіздің сөйлеуіңізді, сонымен қатар pronunciation, яғни произношениені дамытады. Жақсы, осы тіл үйрену барысында қиындық туған сәттерде мотивацияны неден аласыз? Жалпы енді менің жеке көзқарасым бойынша адамның деңгейі өскен сайын қиындықтар болады, және өзімде де сондай қиындықтар болды. Мысалы, бір уровеньнан екінші уровеньға, яғни деңгейге көшкенде басында кішкене қиналасың. Себебі өте жаңа сөздер, кәдімгідей simple words деген сияқты, яғни қарапайым сөздерге үйреніп қалғаннан кейін, одан кейін қиын сөздер болып бастайды. Ол кезде әрине ең алдымен мен өзімнің алғашқы әрі басты мақсатымды есіме аламын. Себебі енді
әр адамның өзінің мақсаты болады, және сол мақсатқа жету барысында мен осы тілді үйреніп жатырмын, және бұл тіл маған керек, себебі мен өзімнің көкжиегімді, яғни дамытқым келеді деген өзімді қайта жалпы жинақтаймын десем болады. Жақсы. Тіл үйрену барысында болған бір қызықты немесе тосын оқиғамен бөліссеңіз. Шынымды айтсам, негізі қатты ондай естеліктер немесе қызық оқиғалар болмады. Бірақ дегенмен де енді жалпы процестің өзі, яғни өте қызықты, себебі әр жаңа тақырыпты үйренген сайын, өткен сайын жаңа ақпараттармен танысасың деген сияқты, және бұл өте керемет сезім деп есептеймін. Жақсы. Болашақта қай тілдерді меңгергіңіз келеді? Және себебін айтып кетсеңіз. Жалпы енді менің ойымша 3 тіл полиглот болуға жеткіліксіз, және менің қатты осы тілдерден кейін қатты үйренгім келетін тіл ол Қытай тілі. Әрине, менің ойымша енді бұл тіл кішкене басқа тілдерге қарағанда қиынырақ, бірақ дегенмен де бұл тілдің менің ойымша болашағы бар. Себебі енді қазіргі таңда әлем аренасында осы ағылшын тілі және енді Қытай тілі кеңінен дамып келе жатыр десек болады. Білім саласынан болса да, бизнес саласынан болса да, яғни өте керемет тілдердің бірі деп есептеймін, және түрік тілін үйренгім келеді. Түрік тілі енді біздің тілімізге кішкене ұқсас келеді ғой, бірақ енді әрине айырмашылықтар өте көп. Дегенмен де менің ойымша түрік тілін үйрену бізге, яғни қазақтарға жеңілдірек болады. Жақсы. Өзіңіз білетіндей, осы 25 қазан республика күні, соған орай өзіңіздің жылы лебізіңізді, тілегіңізді өзіңіз білетін тілдерде айтып кетсеңіз. Республика күні құтты болсын, тәуелсіздігіміз мәңгі, аспанымыз ашық болсын. Поздравляю вас всех с Днем Республики, Happy Republic Day. Жақсы. Жобамызға қатысқаныңызға рахмет. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Өте керемет подкаст болды деп ойлаймын. Сіздерді шынды жауабыңызға рахмет.